Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhamмадин ва алейхи ва сахби ажмаин. Барша мақтау субхантал болсын. Салауаттар пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям болсын. Қалай жақсы естіліп тұр ма? Алла разы болсын. Бүгін барлық мынау микрофон аппараттарын, даладағы колонкалардың бәрін жаңартып қойдық. Бүгін жұма уағызының тақырыбы тазалық иманның жартысы деген тақырыпта болады. Көрдіңіздер ме? Бұл бүкіл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекітілген мешіттерде осындай әр жұма бір тақырыпта уағыз насихат айтылады. Тазалық бұл адамның ішкі мәдениетінің, тәрбиесінің, жан дүниесінің, асыл дінімізде тазалық исламдағы басты шарттардың бірі. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде қазір түсіндіріп кетеміз. Жүректің тазалығы, дененің тазалығы және де қоршаған ортаның тазалығы деп жаңағындай әр тақырыпқа сай айтып кетеміз. Көрдіңіздер ме? Тазалық деген кезде жан-жаққа қамтылып кетеді. Ол әрқайсысын жаңа жүрек тазалығы болсын, дене тазалығы болсын, қоршаған ортаның тазалығы болсын, бәрінен де жаңа Құран аяттарда, хадистерде жаңағындай дәлелдер бар. Бірінші қараңыздар, Бақара сүресінің 222-ші аятында айтады. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутадахирин деген аят. Мағынасы қандай? Расында Алла Тағала тәубе етушілерді және тазаланушыларды жақсы көреді дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни Алла Тағала қандай адамдар жақсы көреді деп отыр? Тәубе етушілерді және де тазаланушыларды жақсы көреді деп отыр. Бұл тәубе жүректің тазалығы, ал жалпы тазалық деген кезде барлық қамтылып кетеді екен да, көрдіңіздер ме? Дененде, қоршаған ортада тазалығы. Біз осыған үйрену керекпіз. Шынымен де расында да қарсақ, мұсылман елдерде дейді да, жаңағында қоршаған таза болады дейді. Ал мұсылман емес мемлекеттерде, мысалы, кейде Үндістан, Қытай нелерде барса, ауыл жақтарында тазалық жоқ дейді, көрдіңіздер ме? Ал мұсылмандар тұратын ауылдарда дейді, таза дейді. Міне біз мұсылманшылығымызды көрсетуіміз үшін де не істеу керек екен? Тазалықты сақтап жүру керекпіз. Мынандай бір хадис бар, ат-тухур шатрул иман, тазалық иманның жартысы дейді. Көрдіңіздер ме? Иманның жартысы не екен? Ол тазалық. Осы хадиске не үшін осы хадис айтылып отыр? Өйткені адам баласы тазалыққа мән беру үшін. Тазалық иманның жартысы деп отыр міне. Бірінші адам баласының рухани тазалығы ол жүрек тазалығы екен. Көрдіңіздер ме? Ең бірінші назарда осы не істеу керек? Бұл жүрек таза болмаса, ол түк пайда жоқ. Адам баласының бойындағы ең құнды, ең нәзік, ол нәрсесі ол жүрек. Және сыры. Адам сыр сақтайтын жер сол жүрегі де, көрдіңіздер ме? Сыр сандық. Бұл жай ғана ол қан айналдыратын мүше деп түсінбейік. Бұл бүкіл сезімдердің жиынтығы. Қараңыздар. Адам жаңа көре алмаушылық, тәкаппарлық деген сезімдерді өшіріп тастап, қайта жаңа мейірімділік, жанашырлық деген, бауырмалдық деген осындай сезімдерді оятуымыз керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қараңыз. Естеріңізде болсын дейді. Расында адам баласында бір кесек ет бар дейді. Қараңыз, бір кесек ет бар. Ол түсу болса, бүкіл дене түсу дейді. Ол кішкентай бір кесек ет сол бұзылған болса, оның бүкіл дене бұзылған дейді. Қараңыз. Ала ва инна фил жасади мудғатан. Ида салахат салахал жасаду куллуху ва ида фасадат фасадал жасаду куллуху. Ала ва хиял қолып дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл сол бір кесек етке байланысты болып тұр. Ол кесек ет не дейді? Ол жүрек деп отыр. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Біліп қойыңдар, сол денеде бір кесек ет бар. Егер ол түсу болса, бүкіл дене түсу. Егер ол бұзылған болса, ол бүкіл дене бұзылған, біліп қойыңдар, ол жүрек дейді. Расында сол адам денесі жүрегі қандай? Бүкіл болмысы сондай. Жүрегі сау, бүкіл денесі сау. Жүрегі қатыгездік, көре алмаушылық, тәкаппарлық жүрегінде сезім, бүкіл болмысы адам болмысы сол. Көрдіңіздер ме? Сол үшін Алла Тағала Шура сүресінің 88-89 аятында былай деп айтады, қараңыздар.
Ол күні қияметте мал да бала шаға да пайда бермейді, бірақ кім Аллаға таза жүрекпен келсе, сол ғана құтылады деп отыр. Қияметте біз құтылғымыз келе ма, онда сау жүрекпен бару керекпіз. Ол күні ешқандай бала шаға, мал дүние еш нәрсе пайда бермейді деп жатыр. Кім сау жүрекпен келсе дейді. Міне, біз жүрегімізді не істеу керекпіз? Сөйлеу керекпіз. Кәдімгідей былай біз намазда тұрған кезде жүрегіміз тек қана ақыретті ойлап тұратын сондай жүрек болу керек қой. Көрдіңіздер ме? Ал қазір мысалы Аллаху Акбар дегенмен жаңағындай ойымыз ана жерде жұмыс, малға шөп бердік па, жайғадық па, үйде не жатыр, ана жерде жұмыс, бүкіл барлығы жаңағы жан-жақты ойлап кетеді да. Көрдіңіздер ме? Ал негізінде Аллаху Акбар деген кезде тек қана жүрек ақыретті ойлап тұру керек екен. Бұл Аллаға серік қосудың таза болу керекпіз. Сол былай айтқанда Аллаға кім-кім серік келтірген болса, қанша адамға жақсылық жасаған болса да, ол пайда бермейді. Көрдіңіздер ме? Сол себепті жүректі жаңағы не істеу керекпіз? Былай айтқанда Аллаға серік қосудан, екіжүзділіктен, жаңағы тәкаппарлықтан не істеу керекпіз? Бойымызды, денемізді, жүрегімізді таза ұстау керекпіз. Жүрекке әсер ететін рухани дерттер бар. Солардың ішінде ең қауіптері бар. Соларды айтып кетейін сіздерге. Риягерлік дейді. Ол біреуге көрсету үшін жасау. Қараңыздар. Бір жақсы нәрселерді жасап отыр, бірақ басқа адам көрсін деп. Мысалы, біреу мал дүниесін таратып отыр, бірақ адамдар жомарт деп атасын деп жаңа таратып атса, онда Олда пайда жоқ. Алланың разылығы үшін деп таратып отыр ма? Міне сонда пайдасы бар. Келесі көре алмаушылық дейді, ол хасаттық. Мұсылман онда еш уақытта көре алмаушылық болмау керек. Қайта не істеу керек? Қуану керек. Басқа мұсылман үшін жақсы жетістікке жетсе, бұл қуанып білу керекпіз. Біздің қазір мұсылманшылықтың және де біздің өзіміздің қазақтың көп деген кемшіліктердің бірі көре алмаушылық, артқа тарту деген бар да, көрдіңіздер ме? Осы нәрседен арылу керекпіз. Бір кейде ақсақалдармен де сөйлесіп отырамыз. Қазақтар неге дамымайды дейді да. Не үшін ана Арабия, не үшін 100 этаждық нелерді көтеріп жатыр, байып жатыр, не істеп жатыр ғой дейді да. Біздің кемшілігіміз не десе, бізде қазақта көре алмаушылық пен артқа тарту бар дейді да, көрдіңіздер ме? Ол біздің өзіміздің жеке жаңағындай басымыздың кемшілігі болып есептеледі. Сол себепті жаңағындай көре алмаушылық, жаңа артқа тарту деген нәрселерді не істеу керекпіз? Алып тастау керек. Бұл жүректің дерттерінің бірі. Келесі тәкаппарлық. Тәкаппарлықтың тікелей мағынасы көкіректік деген мағынамда. Қараңыз, бұл жалпы бағана дерттер бар ғой. Солардың ішінде ең жаманы осы тәкаппарлық. Қараңыздар, тәкаппарлық. Біліп қойсын, шайтан лағнет неден қуылды? Аллаға сенбегеннен қуылды ма? Жоқ, Алла бар екен білді ол. Аллаға серік қосудан, яғни басқа дін анау христиандар, буддисттер сияқты басқа дінге табынып кетті ма? Жоқ, басқа дінге табынған, Аллаға серік қосқан жоқ. Алланың жалғыз екенін біледі. Ана христиандар сияқты Иса Құдайдың баласы, ондай сенімде емес. Аллаға серік қоспайды, Алланың бар екенін біледі. Бірақ неден қуылды жаннаттан? Осы бірақ нәрседен тәкаппарлық болған себепті қуылды. Көрдіңіздер ме? Тәкаппарлық жаннаттан шығарып тастап жатыр. Тәкаппарлық адам жаннатқа кіргізбейтін бір тосқауыл. Сол себепті тәкаппарлық деген нәрсені не істеп тастау керекпіз біз? Өшіріп тастау керекпіз. Қанша мың ракағат намаз оқы, тәкаппар болса пайда бермейді. Өйткені шайтан да сондай құлшылық жасады, періштелердің өздері таңғалып кеткен ғой. Періштелердің өздері таңғалғанда, шайтан лағнетін қалай жаңа құлшылық жасайтынына көрдіңіздер ме? Сондай ықыласпен жасаған. Сол себепті біз намаз оқып отырып қой, жаңа ораза ұстап отырып қой деп жаңағындай тәкаппарлық болса, бірақ ол пайда бермей қалады. Түсінікті ғой. Сол себепті тәкаппарлық деген нәрсені не істеп тастау керекпіз біз? Жою жүректен алып тастау керек. Мүлдем жойып. Алла тағала суырып тастамайды, біз өзіміз жою керекпіз жүректен тәкаппарлық деген нәрсені. Келесі жүректің дертіне
өшпенділік пен кек сақтау деген мағынаны білдіреді. Бұл да бір мұсылмандардың жаңағындай сауапты жоятын сондай амалдардың бірі. Өшпенділік пен кек сақтау. Келесі нәпсі құмарлық пен дүние құмарлық дейді. Бұл да барлығы жүректі қарайтатын амалдардан болып есептеледі. Түсінікті ғой. Енді осы рухани дерттер дедік қой, жүректі қарайтатын осындай. Енді керісінше жүректі тазартатын амалдар бар екен. Соларды білейік. Бұл жүректерді рухани дерттерден жалпы аурулардан тазартатын амалдар Аллаға шынайы тәубе ету екен бірінші. Кейбіреулер бүйтіп айтады, мен қанша күнә жасадым ғой, жаңағындай мешітке келмейсіз бе десем, жаңағындай бірінші тазар олайын, жаңа кейін мешітке барам. Жоқ, адам шайтан лағнеті сөйтіп алдап отыр. Сен күнәң тола, не қыласың мешітке барып? Сен бәрі күнәләріңді кешірмейді деп көрдіңіздер ме? Олай жасауға болмайды. Күнәларды кешірме, бұл тек Алланың ісі. Алланың ісіне біз араласуға болмайды. Тәубені қабыл ететін де, қабыл етпейтін де бір ғана Алла. Біз оның ісіне араласа алмаймыз. Түсінікті ғой. Қанша күнә жасаса да келу керек. Түсінікті ғой. Алла тәубені міндетті түрде қабыл етуші. Егер шынайы тәубе етсе, Алладан қабыл етеді. Басқа адамның үкіміне біз кірісуге болмайды. Оның күнәсін кешіре ма, кешірмей ма, тәубесі қабыл ете ма, етпей ма деп біз біреудің жаңағында адам баласын несіне Алламен болған ісіне біз араласуға болмайды. Түсінікті ғой, Аллаға шынайы тәубе ету. Өткен қате күнәлерін мойындап, кешірім сұрау. Көрдіңіз ме? Тәубе намаздарын оқып, истиғфарларды айту міне. Өйткені адам баласы да солай жасады ғой, адам атамызда. Аллах Тағала мына жемісті жеме деген жемісті жеп қойды, жер бетіне түсірілді, бірақ не істеді? Көп тәубе етті. Аллах Тағала тәубесін қабыл етті. Келесі жүректі тазартатын амалдардың бірі бір Құран оқу. Құрметті жамағат. Құран оқу. Құран бұл жүректің түскен нұры. Қараңыз, жүрек нұрланады. Оның мағынасы үңіліп қарайтын болсақ, бұл Құран аяттардың мағынасына үңілетін болсақ, міндетті түрде жүрек тазаланады. Қараңыздар. Өйткені білесіздер, Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтіремін деп келе жатқан қылышын суырғаннан, былай айтқанда қылышын суырғаннан кейін қайтадан кіргізбейді екен да ол кісі. Былай айтқанда. Өте алдына қойған мақсатын ешкім қайтара алмайды екен да. Сонда қараңыз, қылышын суырып пайғамбарды өлтіремін деп келе жатқан жерінен не? Сенің туған қарындасың ислам дінін қабылдады ғой дейді. Үйіне барып қарындасын есін қағып, қарындасын ислам дінін қабылдап, жаңа Құран оқып жатқан естіп қояды да, сол парақты бер дейді ғой. Сөзді қарындасы айтады, сен таза емессің дейді. Міне көрдіңіз бе? Тазалық мұны мәселе қажеттен баса. Сен таза емессің, ғұсыл құйын дейді. Шоны. Ғұсыл құйынады, сөйтіп жаңағындай Таға сүресін жазылған қағазды берді. Ол кезде Құран бір кітап жинақталмаған. Таға сүресін оқыған кезде не істейді? Жүрегінде иман кіреді, сөйтіп ислам дінін қабылдап жүреді. Қараңыз. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Арқамның үйінде отырады ол кезде Пайғамбар саллаллаху есігін тоқылдатады. Ашқан кезде Пайғамбар саллаллаху есікті ашады. Ла илаха илlalloh Мұхаммад расул деп айтады. Қараңыз. Бұл жүректің тазалығы. Көрдіңіз бе? Сыртқы тазақталды, шомылды, ішкі тазалық, жаңа Құран оқыды, жүрегіне иман қонды. Келесі жүректің тазалығына зікір мен дұға дейді. Алланы көп еске алу бұл жүрек жұмыстарды және де жүректі тыныштандырады. Көрдіңіздер ме? Өйткені қазір қоғам сондай да, қазір жарысу, жүректе тыныштық жоқ та, андай болып жатыр, мынандай болып жатыр. Қараңыз, жүректе шаршайды ғой. Жүректе шаршайды. Адам ақылда шаршайды. Жаңағыны көп зікір етсе, Пайғамбар ол кезде салауатта, истиғфар бәрі кіріп кетеді. Жүрек шамалы тынышталады. Өйткені Құранда не деп жатыр? Расында жүрек Алланы еске алумен тынышталады дейді ғой, қарасаңыздар. Біз жаңағындай Алланы зікір еткен кезде, сол кезде жүрек орнығады екен ғой, тынышталады.
басқа ешқандай тыныштық таппайды. Қараңыздар, қазір адамдар анау басқа не болып жатыр, анау жарысып жүректерін ауыртып алғанда неше түрлі дәрі ішеді да, жүректер тынышталады. Ол бәрі де дәрі түк пайда бермейді, көрдіңіздер ме? Қаншама шығындалады, денсаулық кетеді. Ал жүрек немен тынышталады екен? Алланы еске алумен тынышталады екен. Тағы бір жүрек жақсылық амалдар, жүрек тазартатын, ол жақсылық жасау. Өзгені қуанту, бұл жүректі нұрландырады дейді. Өзге мұсылманды қуандыру. Біз мақсатымыз осы, көрдіңіздер ме? Басқа мұсылманды қуандыратын болсақ, Аллах тағала қиямет сол адамды қуандырады. Басқа бір мұсылманның қажетін өтеп жіберсең, Аллах тағала қиямет күні сол адам қажетін өтеп тастайды екен. Бұл мен сөзім құдси хадис. Қараңыз. Сөзі Алладан, пайғамбар жеткізіп отыр. Біз кімді қуандырсақ, Алла сол қиямет күні сол адамды қуандырады. Кімнің қажетін өтесек, Аллах тағала сол қиямет күні сол адамның қажетін өтеп тастайды. Көрдіңіздер ме? Сол себепті біз адам баласы мұсылман болғаннан кейін сол жасау керек. Басқа адамды және несе керекпіз, қуандыру керекпіз, жақсылық жасау керекпіз, қажеті болса несе керекпіз, өтеу керекпіз. Енді жүректің тазалығы өткеннен кейін арғы ниеттің тазалығы. Ниет бұл бірінші орында. Қандай құлшылық жасайын деп отырсын, бірінші ниетті сөйлеу керекпіз. Шынымен расында біз не істейміз? Намаз басқан кезде Аллаху акбар дейміз, Қазір жұма намаз оқиын деп болсақ, жұма намаз оқуға ниет етеді. Көрдіңіз бе? Яғни бүкіл құлшылық немен басталып жатыр? Ниетпен. Мысалы, азанда сәресін ішіп біттіңіз, ішіп болған кезде қағазға қарайсыз да, ниетті оқыл, Я Раббым Алла, навайту ан асума саума шахр рамадан минал фаджр илал магриб хасин лиллахи тағала. Я Раббым Алла, бір өзінің разылығы үшін таң атқаннан күн батқаннан ораза ұстауға ниет етеді. Көрдіңіз бе? Сәресін ішіп біттіңіз, ниеттен басталады. Бүкіл қандай құлшылық болса, сол ниетпен басталады. Намазымызда ниеттен басталады, оразамызда ниетпен, қажылығымызда ниетпен, садақада ниетпен, бүкіл амалдар несі еткен? Ниетпен басталады екен. Сол ниетімізді несе керекпіз? Әрдайым дұрыстап жүру керекпіз. Сахабалар біз амал етуден шаршаған жоқпыз дейді. Біз ниетімізді дұрыстаудан шаршадық дейді. Көрдіңіз бе? Өйткені ниетімізді дұрыстап тұру керекпіз. Өйткені шайтан лағнет. Мұсылман намаз оқыма деп не істемейді, ораза ұста деп айтпайды. Өйткені намазға бекідік біз, ораза ұстадық. Енді не істейді? Осы ниетке араласады. Мақтаныш болсын, қараңыз. Біреу айтады, мен пәленше ракағат намаз оқыдым дейді. Бұл Алламен сыры ғой. Ешкім айтуға болмайды бұны. Қараңыз. Мен пәленше ораза ұстап отырып, жоқ, оны да жасыру. Рамазан айы енді парыз, бірақ нәпілдерді жасыру керекпіз, көрдіңіздер ме? Уже ниетке араласады да, амалдарын жасап қойды, сауап жинап қойды, енді сауабын жойғысы келеді да, шайтан лағнет. Ниетімізді дұрыстау керекпіз, құрметті жамағат. Келесі тазалық, бұл тілдің тазалығы. Тіл арқылы адам иманға келеді. Кәлимамызда ля илаха илlalloh Мұхаммад расул деп айту, көрдіңіздер тілмен. Өйткені қараңыздар, Абу Ханифа рахималлах айтады, иман дегеніміз не деген кезде жүрекпен бекітіп, тілмен айту дейді. Қараңыздар. Тек қана жүрекпен сеніп қойдың, тілмен айтпадың, ол мұсылман емес дейді. Өйткені яхуди еврейлер олар жүрекпен біледі дейді. Алланың бар екенін, пайғамбар Мұхаммед пайғамбар екенін біледі дейді. Бірақ тілмен айтпады, мойындамады дейді да. Көрдіңіз бе? Әшейін тілмен айта салу, ол да иманға есептелмейді. Жүрекпен сенбей, бірақ тілмен айта салды. Онда екіншілер дейді. Екіншілер мұсылман болдық деп айттық дейді. Бірақ жүрегінде исламды қабылдамады дейді, иман келтірмеді дейді. Көрдіңіз бе? Әшейін тілмен айта салды. Сонда иман дегеніміз не екен? Жүрекпен бекіту, тілмен айту осы. Ал иманның көрінісі арғы ғибадат, намаз. Көрдіңіздер ме? Өйткені Абай атамыз айтады, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға құлшылық парыз дейді. Енді қараңыздар, пайғамбарымыз мынандай бір күшті хадис бар. Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ау лиясмут дейді. Кімде-кім Аллаға және де ақырет күніне иман келтірген болса дейді, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл тілдің тазалығы да, құрметті жамағат, бұл иманның көрінісі. Құран кәрімде айтады, тіл жайында.
Біз оған көрсін деп екі бірдей көз бермедік па? Сөйлесін деп бір тіл және қос ерін бермедік па дейді Аллах Тағала. Адам баласы айтып отыр да, көрдіңіздер ме? Яғни қараңыз, бұл да тіл деген, бұлдан үлкен нығмет екен. Сіз өзіңіздің ойыңызды басқа адамға жеткізетін бұл тіл. Сол себепті тіл де бұл үлкен нығмет екен, көрдіңіздер ме? Енді тілімізді таза ұстау керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам баласын тозаққа түсіретін амалдардың бірі күнәһар, бұл күнә сөздер сөйлеуші дейді, көрдіңіздер ме? Боғау сөз сөйлеу. Бұл да бізде қазақта айтады ғой, басқа бәле тілден дейді. Басқа бәле тілден. 10 күнә болса, сол 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Яғни адам ең көп күнә жасайтын дененің мүшесі, құрал бұл не екен? Тіл екен. Біреуді боқтап қояды, сөгіп қояды, ғайбат, өсек айтады, міне көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, біреу кейбір мұсылмандар, намаз оқитын мұсылмандар қарасам боқтап жатады. Қараңыздар. Бұл үлкен кемшілік, қараңыздар. Бұл ойлайды, әшейін боғау сөз ғой деп. Жоқ, боғау сөз емес. Бұл жүрегі боғауызға толған жүрек. Не үшін? Өйткені жүрек. Бағана тіл, жүректе не бар, соны көрсетеді. Көрдіңіздер ме? Бұл тіл сыртқа құрал. Жүректе не бар, соны сыртқа шығаратын құрал. Жүректе иман толы ма, онда субханалла, альхамдулилля деген сөздерді айтады да. Жүрегінде боғау сөзі болса, боқтап жүре береді. Біреуді әкесінен, шешесінен айта алмаймын енді. Қараңыздар. Кейде таң қаласында, бұл анау, түсінем, намаз жоқ, мешітке бармайтын адамдар енді неден ұзақ қой діннен. Бірақ намаз оқып жүрген адамдардың боқтап жүрген енді таң қаламда, сонда жүрегінде сонда намаз оқып жүріп, жүрегі жаңа боққа толған ба дейсің да, көрдіңіздер ме? Сол себепті құрметті жамағат, тілімізді таза ұстайық. Боғау сөзін тазартайық. Қайта анау боғау сөздерді бәрін шығарып тастап, жүрекке тасбихтерді кіргізейік. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, истиғфар, салауат. Міне, оны адам жүрекке сол тасбих орнатқандардың қалай жүрекке кірген түсіндірейін ба, құрметті жамағат? Қараңыздар, мынадан білсе болады. Мысалы, жолда кетіп бара жатасыз. Аяқ асты бір сүрініп қалдыңыз. Жаңағындай құлап қалдыңыз, немесе сүрініп қалдыңыз, кейбір боқтап жібереді. Қараңыз, аяқ асты да, жүрегі әлі боққа толады деген сөз. Сүрініп қалдыңыз, субханалла деп айтып қалдыңыз да, жүрегіңіз иманға толады. Немесе жаңа шеген балғамен ұрып жатсыз. Балған алдыңызда бармаққа ұрып қалдыңыз. Кейбіреу неше түрлі жаңа нелер боқтап жүреді. Дұрыс па? Мойындайсыздар ғой. Онда жүрек не ашудан айтып кетті да, жүректе не бар соны көрсетіп қойып жатыр. Сол кезде ұрып қалдыңыз, субханалла, альхамдулилля деп қалдыңыз, жүрегіңіз иманға толады. Көрдіңіздер? Яғни сол арқылы сіздер білесіздер. Көрдіңіздер? Сол себепті жүрекке иман орнату керек. Бұл не үшін айтып отырмын? Өйткені адам өмірінде соңында не бар? Сол нәрсені істейді. Егер дүниеден өтіп бара жатып, калимаңызды ля иляха илlallah Мұхаммад калиманы айтып кетсеңіз, немесе жаңа субханалла, альхамдулилля деп айтып кетсеңіз, үлкен бақытқа қол жеткізген болып есептелесіз. Ал егер қайтыс болып жатып, жаңа боғау сөз немесе өлең тағы басқа анау болмайтын нәрсені айтып кетті ма, онда жаңағы арғы өмірі, ақыреті жағдай қиын болады. Көрдіңіздер ме? Сол себепті біз не істеу керекпіз? Осы нәрселерге қатты мән беру керекпіз. Келесі жүректің тазалығы бұл дене тазалығы. Біз нені айтып кеттік? Жүректің тазалығын айттық, тілдің тазалығын айттық, енді сыртқы дененің тазалығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, 5 нәрсе фитраттан дейді. Адам баласы жаратылысы тазалық, сүндетке отыру дейді. Яғни сәби ер кісілер, баласы ер балалар сүндетке отырады. Екінші, ұяты жердің түктен алу. Яғни кіндіктен төмен жерден жаңағындай ұят жердің кіндігін несу керек? Кіндіктен төмен жерді ұят жерлерін түгін қырып алып тастау керек. Үшінші, қолдықтан түктің түктерін алып тастау керек. Төртінші, тырнақ. Бесіншісі, мұртты басу дейді. Көрдіңіздер ме? Өйткені жаңағындай қарасаңыздар, христиандар мұрттарын қатты өсіріп тастайды. Еріндерін жауып не істеп тұратындай өсіріп тастайды. Ал
бұл құрметті жамағат ластық екен. Бүкіл мынау тамақ жеген кезде лас нәрсе сол бірінші мұртта жиналады екен да. Қараңыздар. Тамақтың қалдықтары, солар мынау мұртынан төмен өсіреді екен да жаңа. Ол лас. Ал мұсылмандар не? Тазалық. Мұртты қайта қысқартып, сақал қояды. Мұсылман ол тазалықтың бейнесі, көріңіздер. Және де тазалық не? Адам азанда таңғы ұйқыда оянған кезде міндетті түрде бірінші қолын 3 рет жуу керек. Көріңіздер. Басқа ыдыс-аяқ, тағы басқа заттарды ұстамай тұрып, бірінші оянды, адам тұрды, бірінші не істеу керек? Қолын 3 рет жуу керек. Не үшін? Пайғамбар мынандай бір хадис бар. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده дейді. Сендердің ешқайсысын ұйқыдан тұра салысымен қолын жумастан басқа ыдысқа қолын тигізбесін дейді. Өйткені қолының қайда түнегенін білмейді дейді. Көрдіңіздер ме? Қолын қайда түнегенін, яғни жаңағындай әурет жерін не істеуі мүмкін, тағы басқа, яғни қол таза анық ол. Сол себепті адам, мұсылман адам оянды, міндетті түрде не істейді? Қолын 3 рет жуу керек екен. Пайғамбар сәләсә марратин деп бекерден бекер айтқан жоқ, 3 рет қолды жуу керек. Құрметті жамағат, келесі тағы тазалығы бұл мынау жаман иістен тазару. Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім сарымсақ, жаңа пияз жеген болса, намаз оқитын жерге жоламасын дейді. Сол себепті мына мұсылман адам мешітке келетін кезде міндетті түрде не істеу керек? Тазалық нәрседен сақталу керек. Кейбіреулер мысалы әшін келе салады, мысалы нәскесін кие салады, мысалда таза мешітке жұма намаз, 5 уақыт намаз жапып келген кезде таза нәски кию керек. Сол күн, көрдіңіздер ме? Жұма күні ғұсыл құюны білесіздер, сүннет амалдан болып есептеледі. Көрдіңіздер, тер шықтырмау керек, жаңағындай киімдерден басқа нәрсе иісін шықтырмау керек. Мынау жұма күні, құрметті жамағат, таза киім. Мен анау костюм шалбар демейміз, бірақ таза киімдер. Пайғамбарымыз киімі қараңыздар, әрдайым таза болатын болған. Ескі киім, бірақ не? Таза. Хош иіс шығып тұратын болған. Жаңа киімдерінде жаман кірдің, дақтардың белгілері болмайтын болған. Көрдіңіздер. Бізде мұсылман адам баласы сондай болу керекпіз. Міндетті түрде жаңа киім демейміз, бірақ не? Жұма намазда таза киім, жуылған киім, хош иісіп шығып тұрған киімдер киіп келу керекпіз. Көрдіңіздер ме? Міне. Өйткені намазда тұрған кезде қасында тұрған адам ой бөлінетін болса, ол да бір себепкер боласыз. Сол себепті құрметті жамағат, жұмаға келген кезде таза киім киіп, ғұсыл құйынып келіп, жаңағыдай таза нәскилерімізді киіп келейік. Бұл айту мұсылман ұятты болғанмен де айту парыз. Соңғы жаңағындай тазалық бұл жеке басын бітіп, енді қоршаған ортаны тазалаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, иманын ең кішкентай дейді, жолдан зиян нәрсені алып тастау дейді. Көрдіңіздер ме? Және де пайғамбарымыз мынандай бір хадисі бар. Егер де ертең ақырет күні болатын анық, бірақ қолында дейді, егейін деп жатқан бұтақ ағашын жаңа болған болса дейді, ертең ақырет болатын болса да дейді, ексін дейді, қараңыз. Ертең ақырет қой, бәрі өспейді ғой, пайда жоқ қой деп жаңағы несі. Пайғамбарымыз хадисі, қолында бұтақ егейін деп тұрса, ағаш дейді, ертең ақырет болайын деп тұрса да, соны ексін дейді. Бір оқиға бар, соны арғай айтып кетеміз, иншалла намазымызды жалғастырамыз. Харун Рашид деген патша болған екен. Бірде кетіп бара жатса, бір қария шал кісі ағаш отырғызып жатқан болады. Енді қартайған ғой, өмірін былай айтқанда, сол 80-90 жас деп есептейік та, біз былай айтқанда қарапайым тілмен. Бір нақты жасы жоқ. Бұл өте қария кісі. Сонымен Харун Рашид таңғалады, айтады ғой, қария шал, не үшін егіп жатсың дейді. Бұның жемісін бәрі жеп үлгермейсің ғой дейді. Қараңыздар. Жемісін жеп үлгермейсің ғой дейді. Сонда қария шалдың қандай даналықпен жауапкершілікпен айтқан қарасаңыздаршы. Кезінде біздің ата-бабаларымыз еккен еді, біз жемісті жедік дейді. Мен егем дейді.
менен кейінгілер жейді дейді. Қараңыз. Өзім жемесем де басқалар ұрпағым жейді дейді. Көрдіңіздер, қандай керемет жауап. Тух, қандай керемет дейді да, жаңа Харун Рашид бір уыс алтын жаңа ақша береді ғой. Сонда қарасаңшы қандай тағы жауап. Менің дейді еккен жемісі, міне бірден жеміс беріп жатыр ғой дейді да. Қараңыз. Бағана жемісін жемейді деп өзі айтады ғой, міне бірден жемісін көріп жатырмын ғой дейді да. Харун Рашид таңғалып тұрып, тағы да жаңағындай бір уыс алтын береді ғой. Сонда мынандай тағы бір күшті жауап айтады. Басқалардың жемісі жылына бір-ақ рет береді. Менің еккен жемісім жылына 2 рет берді ғой дейді да, көрдіңіз. Осы тағы да 3-сін береді да, жаңа Харун Рашид жаңа арғы жолға шығады, көрдіңіз. Сонда не? Бұл алатын мақсатымыз бізде жеміс ағашын егерікпіз, көрдіңіздер ме? Мысалы, араб мемлекетте құрма ағашын егесін. Бұл да құрма ағашы болса керек. Қай кезде жеміс беріп бастайды екен? Сол құрма ағашы балиғатқа толған кезде. Бізде ана 13 жас, 15 жас қой. Құрма ағашы да сондай екен да. Оны еккеннен кейін 13-15 жылдан кейін барып жеміс беріп бастайды екен. Қараңыз, оңға дейін жеміс бермейді екен да. Құрма ағашы да балиғаты бар екен да оның. Балиғатқа толғаннан кейін барып не істейді екен? Жеміс береді. Және де сол өзінің анасының қасынан өсіп шығады екен. Сол өсіп шыққан кезде бірден басқа жаққа отырғызса өспей қалады екен. Сол балиғатқа толғаннан кейін барып басқа жаққа отырғызады екен да, көрдіңіздер ме? Қандай құрма. Сол құрма ағашы да мұсылманға ұқсайды екен да. Пайғамбар айтты, мұсылманға ұқсайтын бір жеміс ағашы бар. Қандай ағаш деген кезде өзі кейін жауабын айтады, бұл құрма ағашы дейді. Көрдіңіздер ме? Әрдайым жапырақ жасыл болып тұратын. Көрдіңіздер. Сол себепті бізде мұсылман адам не істеу керекпіз? Құрметті жамағат, хабарландыру айтып жіберейін. Ертең Алла қаласа, мына мешітімізде сенбілік жасасақ, бүкіл жаңағындай Қазақстан бойынша осы сенбілік жасалып отыр, иә? Барлық жерде. Енді ертең мешітіміз сенбілік жасасақ, және келесі сенбі, осы сенбі, келесі сенбі моланы, қабірстанды тазалық жасасақ. Көрдіңіздер ме? Өйткені молада жатқан адамдар өз-өзін тазалық жасай алмайды. Ана жерде қыстан кейін енді қаншама қаражат енді мұсырларды жауып қалды ғой. Енді ана жерде қаншама қағаздар жатыр, пакеттер жатыр, желмен ұшырған. Иә? Қаншама баклажкалар жатыр. Алдыңғы жылы біз қателеспесек 8 қап па 9 қап мұсыр шығарғанбыз жаңағындай. Мына бүркіттің несінен, иә, зираттың. Енді ертең мешітімізді таза сенбілік жасасақ, келесі сенбі күні, иә, молаларды тазаласақ, мына бүркітті дегерес жиналға, иә, құрметті жамағат, сенбі күні сағат 1:10 мешітте жиналсақ, бәріміз жаңағындай көп нәрсе қажет емес, жаңағындай перчаткамен сол қапты алып келсек, иә, қанша сауап амал ғой, құрметті жамағат, моланы тазартып қойсақ. Пайғамбар айтты ғой, жолдан бір ғана әшейін зиянды нәрсені алып тастау үлкен сауап деді. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илля анта астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алиhi ва сахбихи.